былтыр көп маған мұғалімдер хабарласатын еді. Бізге газетті мәжбүрлеп жазғызады, барғымыз келмейтін концертке билетті мәжбүрлеп алғызады деп. Соған өз пікіріңіз қандай? Жұмысқа келгелі не өзгерді, әлі де солай ма деген ғой? Енді осы ағымдағы жылдың 23 қарашасында білім басқармасына келгеніме 1 жыл болады. Сондағы келгендегі ең бірінші маған қойылған жаңағы сұрақ демеймін енді. Алдында тұрған проблема ол жаңағы мұғалімдерді газеттерге жазылдыру. Сонда мен айтқам, мектеп өзі газеттерге жазылсын. Кітапханасы бар. Барлық қандай керек. Егеменді Қазақстан, білімді ел, тағысын көп қой өзіміздің облыстық газеттер. Бірақ та мұғалімдердің жеке жазылуы, ол мұғалім өз шешсін. Қандай газетті алады, қандайды алмайды. Себебі қазірден көптеген газеттердің нұсқалары интернетте бар. Керек болса, мұғалім барады да мектептен, кітапханасынан соны алып оқысын. Бірақ та өзінің тапқан жалақысы ол мұғалімнің өзіне керек. Отбасы бар, балалар оқып жатыр, кредиттері бар, емделу керек, күн көрсін. Сондықтан жалпы білім басқармасының қазіргі ұстанып жатқан саясаты мұғалім өз шешеді. Жазылады ма, жазылмайды ма? Билетте де, концертте де сол да? Бәріне де сол. Әрине, концерт болсын, театр болсын. Бірақ та енді біз өзімізді интеллигент деп санаймыз. Концерттерге бармаймын да, бірақ та театрымда өзім жақсы көремін, қойылымдарға барамын. Ол әркімнің өзінің жаңағы керек. Бірақ та енді балалардың алдына шыққаннан кейін сенің сөздерің, істерің жаңағы маңызды болу керек, құндылыққа толы болу керек. Ол көркем әдебиет арқылы, театрдың қойылымы арқылы толтыруға болады. Сондықтан кітап алу керек, кітап оқу керек. Бірақ мәжбүрленмеу керек. Мәжбүрленмеу керек. Жоқ, мен жеке дамуын айтамын. Жаңа айттым ғой, ең жақсы көретін сұрағым соңғы оқыған кітабыңыз қандай. Бірақ та міндетті түрде оны енді қағаз түрінде емес, телефонда, онлайн көптеген кітаптар бар, соны оқуға болады. Жақсы, рахмет.